Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей, бүгін кезекті шолуымыз. Бұл шолуымыз мінекей мынандай видео регистраторға арналған. Бұл видео регистраторымыз AliExpress сайтынан тапсырыс берілген болатын. Мінекей, мынандай қорапшада келген. Ашып көрсетейін қазір сіздерге. Мінекей, осындай қорапшада ішіндегі мінекей мынандай оралған пакеттері. Бұл видео регистраторы қолданып жүргеніме 10 шақты айдың жүзі болды. Шамамен 9 ай болған шығар. Сондықтан видео регистраторға арналған тоқ мына жерде жалғанатын, жаңа прикрутилге жалғанатын машинада. Машинаның ішінде салонда обшивканың астына орнатылып қойғандықтан оны шығармадым. Креплениясы мінекей осындай бөлек алынады, мынандай болып. Қазір оған толығырақ тоқтала жатармыз. Қысқаша сипаттамасын сіздерге айта кетейін. Мінекей видео регистраторымыз мінекей 2,7 дюймдық дисплеймен жабдықталған, 170 градус угол обзора дейді. Яғни өте кең аумақты түсіре алады. Рыбий глаз деген сияқты тілдер, орыс тілі, ағылшын тілі деген сияқты. Видеоның форматы MP4 болады. Разрешение Full HD 30 кадр секундына түсіре алады. Видео кодек H264, аудио AAC дейді. Мінекей фотопиксель 13 мегапиксель. Енді фотосын толықтай мен тексермедім, бірақ видео жазу сапасына өзімнің толықтай көңілім толады десе болады. Басқа не айтуға болады? Бұл жерде аса айта кетерліктей характеристикалар да жоқ. Мінекей мына жерде ең минустарының бірі деп, ең басы минусы деп айтайын. Батареясы 180 мА. Бұл өте аз. 5 минутқа ғана жететін шығар, көп болса. 5 минутқа да жетпей өшіп қалуы мүмкін. Мінекей мына жерде жазылған. Температура 1 ампер, 5 вольт ток пайдаланады. Мінекей 170 градус жаңағы угол обзора дейді. Кодек H264, HDMI несі бар, жалғанатын мінекей жері бар. Қайтадан жазыла береді деген сөз. Мысалға ескі файлдар болса, мысалға флешкамыз толып кеткен жағдайда алдыңғы жазылған файлдар, ескі файлдар өшіріліп, орнына жаңа файлдар, видео файлдар, мысалы 3 минут, 5 минут үзіп файлдар жазыла береді. G-сенсор бар жаңағындай, удар болған жағдайда автоматты түрде сақтап қоятын. Және датчик движения деген сияқты. Сол, басқа айтып кетер ешнәрсе жоқ. Мінекей G90 модель жазылған, 170 градус деген болу керек мына шамасы. Мінекей A7 деген бұл Ambarella деген осы видео регистраторларға, видеокамераларға арналған Ambarella A7 деген атақты процессорлардың бірі. Именно жаңағы осы видеокамераларға арналған. Енді видео регистраторымызға толықтай тоқтала кетсек, видео регистраторымызды пайдаланып жүргеніме айтып кеткендей 9 айдың шамасы болды. 9 айдың ішінде біраз жағдайларда керек болды. 3-4 моментте десек болады. Спорный моменттерде 9 айдың ішінде өзін жақсы көрсетті, жақсы видеолар түсіреді деуге болады. Видео регистраторының сапасына ешқандай претензия жоқ. Претензия мінекей мына жерде креплениясы. Мінекей креплениясы негізі былай салмай салады. Оп-оңай. Мына жерде присоскасы болу керек. Мінекей мына жерде көріп тұрсаңыздар, присоскасы сынып қалған.
мына жерде присоска болу керек. Мынаны бүйтіп бұраған кезде тартылу керек. Көрсетейін. Былай шығып тұр қазір мінекей. Бұраған кезде тартылып присоскасы жаңа лобовойға жабысып қалу керек. Сол ең түбіндегі кішкентай ғана жер сынып қалды. Сол үшін де қазір пайдаланып жүрген жоқпын. Осы AliExpress сайтынан осы держательді іздеп тауып алдым, тапсырыс бердім. Ол тапсырысым 15 күннің ішінде келген. Мынандай упаковкада мінекей жазылған G90. Мен әлі ашып көрген жоқпын. Сыртына коробкасын аштым, пакетін. Әлі ішін ашып көрген жоқпын. Мінекей осындай өзгешелік бар. Мінекей оригиналдан айырмашылығы бар екені көрініп тұр. Мінекей оригиналда мына жерде барлығында суреттер көрсетілген. Және мінекей USB-дің суреті көрсетілген. Және суреттен басқа негізі формалары да әртүрлі. Мінекей қарап тұрсаңыздар, қазір видеодан көріне ме, көрінбей ме? Екеуі екі түрлі. Былай салыстырғанда да мынау жіңішке. Әрі жеңіл. Оригинал сияқты емес әрине. Дегенмен біраз уақыт шыдап береді деген ойдамын. Және ең басты айырмашылығы мінекей мына оригиналында присоска лобовой терезеге жабыстыру үшін мынаны былай бұруымыз керек болатын, яғни шетке. Ал мына жерде керісінше. Осы сол жақта тұрады, былай жоғары бұраған кезде, тігінен қойған кезде ғана жабысады присоска. Мына жерде суреті де тұр. Неге бұлай істегендерін түсінбедім. Және тағы бір айырмашылық, мына жерде оңға солға айналу бұрышы өте аз. Оригинал тілінде. Ал мына жерде оңға солға айлана береді. Мінекей 90 градус десек те болады. Қатайтатын еш нәрсесі жоқ. Мына жерде қатайтатын мындай бір бұрандасы бар. Айырмашылығы осы. Қазір салып көрейін мен. Салынды. Мінекей видеорегистраторымыз мындай бүйтіп тұру керек лобовойға. Қазір бүйтіп тұратын болады. Қанша уақыт шыдас беретінін көре жатырмыз. Енді достар, мінекей видеорегистраторымыздың өзіне келейік. Өзіне келсек, мінекей мына жерде қосу батырмасы және меню, окей, оңға солға жоғары төмен деген батырмалар орналасқан. Мына жерде кішкентай мінекей ресет батырмасы. Мына жерде сақтау батырмасы, яғни бір түсіріліп жатқан моментті сақтап қалғыңыз келсе, осы батырманы басып, өшірмейтінін қылып сақтап қоюға болады. Қосып көрелік. Мына жерде мінекей Blackview деп жазылып тұр. Сол Blackview'дің прошивкасын орнатып қойғанмын. Мінекей қазір мінекей зарядка низкий деп жазып жатыр бізге. Өшіп қалды. Мінекей осы пайдаланған 8-9 айдың ішінде жиі күнделікті пайдаланатындықтан сірә жаңағы 150 миллиампер аккумуляторы мүлдем өліп қалған болу керек. Басқа не айтуға болады? Мінекей оптикасы сапалы, бағасы да арзан тұрмайды. Бұл шамамен $70 тұратын видеорегистратор. Жеке өзіме тапсырыс берген болатынмын. Мына жерде мінекей HDMI салатын жері бар, яғни HDMI-ға қосып, телевизор арқылы мынаның ішіндегі видеоларды көрсек болады. Және мына жерде микро емес, мини USB порты бар.
мына жерде PowerPoint'қа не болмаса компьютерге жалғап, кез келген USB-ге жаңа яшыққа жалғап зарядтауға болады, және компьютерге салып, мына ішіндегі флешканы картридер арқылы көруге болады. Мына жерде мінекей AV деп жазылған, бұл шамасы наушник не болмаса микрофон салынатын жер болу керек. Үстіңгі жағында мінекей осындай ғана, алдыңғы жағында объектив және динамигі, төменгі жағында мінекей батырмалары, сол жағында мына жерде микрофон және мынандай микро SD карточкасы салынатын ұяшық. Мына жерде мінекей индикаторы бар, жаңа қосылып тұрған кезде, жазылып запись жүріп жатқан кезде осы индикатор арқылы қарап біліп отыра аламыз. Айтарым сол, мысалы осы 8-9 айдың ішінде жақсы қызмет етіп келеді. Жаңа түсірілген видеоның сапасына көңілім толады, бірақ аудио жағы бәлкім микрофоны өте сезімтал шығар. Ішіне қазір мінекей ашып мақтатып қойдым. Енді салып көреміз, мүмкін кететін шығар. Осыған дейін түсірілген видеоларда жаңағыдай терезе ашық тұрған кезде, машинада жүріп келе жатқан кезде, не болмаса жанымызда мысалы үлкен ауыр жүк көлігі, не болмаса жаңа дауысы қатты шығатын машиналар өткен кезде дыбыс дұрыс жазылмайды. Дырылдап, мүмкін микрофоны өте жаңағыдай сезімтал болу керек деп ойлаймын өзім. Сол себептен мақтатып қойдым. Көңіл толмайтын жағы сол, дыбыс дұрыс жазылмайды және аккумулятор өте аз, аккумулятор сыйымдылығы. Басқа жағынан жаңағыдай угол обзора, жаңа качество изображения дейді, сол жағынан бәрі жақсы деп айтуға болады. Енді $70 тұратын видеорегистратор жаман түсірмеу керек, $60-70 тұрады бағасы. Өйткені ішінде жаңағындай топовый видеорегистраторларға арналған процессор орнатылған. Енді басқа айтар алып қосарым жоқ, меню орысша, бәрі жақсы. Осы видеорегистратордың көмегімен түсірілген видеоларды қазір қараңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін, көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.